Бұл күнде адам баласына асатынан төнетін қауіп қатер аз ба? Біреу оттан, біреу оқтан, енді біреулер соттан қорқады. Аттап бассаң жол апаты, үйреншікті ұрығары тұрыпты ғой, бұрын көз көріп құлақ естімеген діни экстремизм, лаңкес дейтіні тағы бар. Енді бір білгіштер ғаламдану, жаһандану деген тажалдар келе жатыр. Солардың өңешіне түсіп кетпейік, Құдай сақтасын деп жалбарынады. Олардың сөзіне сенсең, заман ақыры әне-міне тақап тұрған секілді. Ал біздің бабағұмар ақсақал осы қашыртқы сөздердің бірде-біріне мәу деп айылын жиған емес. Соның бәрі жай даңғаза дақпырт секілді. Көз алдына ештеңе елестемейді. Ал тіпті сондай қауіп қатер ел басына төнгеннің өзінде одан шошитын ештеңе жоқ. Көппен көрген ұлы той. Түбінде жасы 70-ке толған бабағұмардың бір ғана жауы бар. Ол басқа емес, ол баса көктеп келіп қалған кәрілік. Жұрт оны дауасы жоқ дерт дейді екен. Уақыт өткен сайын әл қуатыңды азайтып, қол аяғыңа тұсау салып, әр алуан ауру сырқаудың да өзімен бірге ала келіп, адамды жекелеп апарып жығатын көрінеді. Міне, күрескіш болсаң, осы кәрілікке қарсы күрес. Бабағұмар кәрілік туралы ертеде өткен даналар не айтты екен деп, соңғы уақытта біраз кітаптарды сүзіп шықты. Қазақта 90-ға келген, тіпті 100 жасаған кәрілер де аз болмапты. Бір қызығы, солардың ешқайсысы кәрілік жайында бір ауыз жылы сөз айтпаған екен. 90 деген тор екен, төңірегі қазып қойған ор екен, ел қонбайтын шөл екен, келмей тұғын немекен депті бұқар жырау. 90 жыл жасаған қуанбайды, жаны күйіп өкінеді. Жасы 90-ға толған соң хан ордасымен қоштасып, өз еліне келіп тыным алған екен жарықтық. Ал өзінің 95-ке келген жасын 2:40-1:15-тен асып тұрмын, аяқты апыл-тапыл басып тұрмын деп жұмбақтаған Ақтайлақ би не айтты екен бұл туралы? Ол кісі кәрілікті жақсатамайды, керек десең кәрілікке өлердей өш. Әрі би, әрі ақын Ақтайлақ. 80 жас аузымдағы тісімді алды, бір-бірлеп бойымдағы күшімді алды. Жарыммен Құдай қошқан енші айырып, сүйектей арулаған бөлек салды депті бақиғаттанардан 15 жыл бұрын. Жасында өзі сері және аса көрікті болған ұлы би ең алдымен кәріліктің қас қылғандай адамның көркін, сыйқын бұзатынын кешірмейді. Аузымдағы сөзді алды, маңдайдағы көзді алды, бұтымдағы безді алды деп кәрілікті кәдімгі тонаушы ретінде айыптайды. Егер сол үшін үкім шығар десе, қара қылды қақ жарған қатал би кәрілікке ердің құнын кесіп қана қоймай, дарға тартатын түрі бар. Ал 18 ғасырда өмір сүрген шал ақын не айтқан дейсіз ғой? Ол кісі бұл 80 қойдау мені қалжыратып, қайтып өлең айтамын алжып жатып, 80 түгіл 90-ға бой бермесем, ұсақ тура бет берсе балбыратып деп, кәрілік пен кедейшілік қосарланғанын айтып шағымданады. Демек, кәріліктің бір емі жақсы күтім, жайлы көлік, жылы жұмсақ ас болғаны ғой. Айтты айтпады, өзі ашаламан отырған жоқ. Жігіт адамға кәрілік келіп қабаттаса, істің құрдымға бет алғаны емес пе? Ал сол кәрілік адамның өмір жасы туралы ұлы Абай не айтты екен? Ұлы ұстаз жасы 60-ға келмей тұрбақ, өмірден түңіледі. Көңілім қалды достан да, дұшпаннан да, алдамаған кім қалды тірі жанда, немесе келдік қой талай жерге енді, кіруге ақ қалдық төргенді деген өлең жолдары сол сөздің айқын дәлелі. Абайдың тірліктен безгені сонша, жайнаған туың жығылмай, жалын жүрек суынбай, жақсы өліпсің япырай деп, өмірден ерте қайтқан інісі Оспанның өліміне қызығады. Демек, ілім-гілімге жетік, не ішем, не кием демейтін Шонжардың баласы Абайға да өмір сүру оңай болмағаны ғой. Бірақ өткен даналардың шегелеп айтып кеткен өсиетіне қарамай, адамзат баласы, әсіресе біздің қазақ, ұзақ жасауға неге құмар? Кейінгі жастарға ақсақалды, сары тісті бол, жасың ұзақ болсын деп бата беретін несі? Әлде бұл адам пендесінің жарық дүниені қиып кетуі оңай емес. Сондықтан ұзақ өмір сүріп, тіршіліктің ащысы мен тұщысына әбден тойып, бұл дүниеде қимайтын ештеңе қалмаған кезде жер қойнына қуана-қуана кірсін дегені ме екен? Иә, солай болуы да бек мүмкін. Қалай болған күнде де адамға бір-ақ рет берілетін жарық дүниеден артық не бар дейсің? Ал сонда бабағұмар секілді 70-ке қадам басқан қарттарға не істемек керек? Кәріліктің кісі қызығатын ештеңесі жоқ екен деп тірлікті тоқтату керек пе? Не болмаса Алланың бұйыртқан несібесіне ақырына дейін пайдаланған жөн бе? Егер бабағұмар бұл тіршілікке алаң болмай, төргі үйде төредей болып жатам десе, оған шарты толыптыр. Шүкір,
Бәйбішесі Күмісай екеуі қатардан қалмай 10 бала тәрбиелеп өсіріпті. 6 ұл, 4 қыз. Қазір ұлдары ұяда, қыздары қияда. Бәрі де өз алдына отау тігіп, қанаттанып кетті. Бірлі жарым болмаса, шетінен жоғары білімді. Құдауанда сол балалар кімге тартқан екен? Бәрі де оқуға алғыр зерек болды әйтеуір. Бірнешеуі мектепті 6 медальмен бітіріп, жоғарғы оқуға өз күштерімен түсті. Ал балы жетпегендеріне ақшасын аямай ақысын төлеп оқытты. Бабағұмар ұзақ жыл аудандық тұтынушылар одағында шикізат дайындайтын агент болды ғой. Обалы қанеки табысы жаман болған жоқ. Бала шағасын бағуға да, оқытуға да молынан жетіп тұрды. Қазір бұл маңайда ешкімде жоқ. Аула сат шаптырым кен қоражайда, бір кезде жүн мен тері маялаған зәулім склад қоймада, сол кен құлашты тірліктің арқасы кеңес дәуірінде Загада Фитиль дегендерін еркін саудасымен айналысатын ең бақытты адамдардың бірі еді. Аллаға шүкір, балалары сол еңбегін ақтап, бұл күнде жақсы қызметте жүр. Үлкен ұл Астанада министрдің орынбасары, 2-ші ұл облыста полиция бастығы, 3-ші ұл Алматыда дербес сауда орталығы бар ірі бизнесмен. Осылай кете береді. Қолындағы кенжесінің өзі осы ауылдың әкімі. Ал қыздар жағы оқу ағарту саласында ең өле жатқаны мектеп мүдірі, ғылыми мүдірі мен пән мұғалімдері. Ал осыншама баланы тәрбиелеп шығарған Бабағұмар осы ауылдың бетке ұстар ақсақалы. Алайда балалардың беделін пайдаланып, ас пен тойда төрде отырғанына мәз болатын шалың Бабағұмар емес. Әркімнің өз тірлігі өзіне. Бұған енді бұдан былайғы өмірін мүмкіндігінше көңілді өткізу керек. Ең бастысы күрт қартайып кетпеу. Ал қартаймау бойындағы жастық қуатыңды сақтау деген сөз. Жасым ұлғайды екен деп, кәрілікке бірден қол көтеріп, бағына салмау. Бұл жағынан ауылдағы өзі қатарлы біраз қарттар бұған серік бола алмайды. Бұл ауылда жөні сүзу қартта қалмапта өзі. Бір-екеуі балаларының қолдауымен қажыға барып келді. Қалғандарды өңкей бір ақ кепеш киген бірадарлар. Ұры қартайса сопы болады дегендей, бір кездегі ұры қара маскүнемге дейін Құдай жолын ұстап, тәсбих тартып жүр. Айтатындар ылғи да ана дүниенің әңгімесі, ауыздарынан еңсе көтеретін бір көңілді сөз шықпайды-ау. Сондықтан Бабағұмар ауылдағы шалдармен көп араласпайды. Адамға ештеңе бермейтін, бос мылжыңнан гөрі қолы боста кітап оқығанды қолай көреді. Сауда саласында істегеннің бір пайдасы, түбі балалардың оқуына қажет болар деп, бұл кезінде кітапты көп жинаған. Қазір өзіне таптырмас ермек болды. Бір кезде оқуға қолы тимеген кітаптарды енді оқып жүр. Сонан кейін күйттейтіні өзінің күтімі. Ұсақ тура бет берсе балбыратып дейтін шалақынның арманы көкейінде апта аралатып, бір бағанаға бата жасап отырады. Негізі сусыны қымыз. Екі бие байлайтын оразай шал күніне бір торсық қымызын осы үйге құйып тұрады. Сонан кейінгі бір ермегі бір уақыт атқа мініп сейілдеу. Құдай жаяу қалғаннан сақтасын. Атқа мінуден қалдым дегенше бәрі бітті дей бер. Осының бәрі Бабағұмардың ойынша кәрілікті тежеп, адам өмірін ұзартатын дәрілер. Бұлардан басқа бойыңды қорғасындай балқытып, 62 тамырын дейдіретін тағы бір дәрі бар. Ендігі әңгіме сол туралы. Жалпы Бабағұмардың таяудағы 5-10 жылда жығылып кететін ой жоқ. Әлі де өзіне сенімді, күш қуаты мығым. Әсілі бұлардың әулетінде 100 жасаған кісілер көп болған. Ол 8-ші ғасырда өмір сүрген Жолымбет деген атасы 136 жасқа келіпті. Жолымбет биден 7 ұл тараған ғой. Кейін 7 Жолымбет аталған солардың ұрпағы бұл күнде Ақсуат халқының қақ жарымын құрайды. Жолымбет би 130 жасқа келгенде жасы 100-ден асқан тұңғыш ұлы Қыдыр алжыңқырап отырса керек. Сонда әлде ақыл естен танбаған дана би бұл қарған не көрмеді. Ылғида желдің өті жаудың бетінде жүрді ғой. Бұл құлынның шаршайтын уағы болды деп баласының маңдайынан сипайды екен. Жолымбет би Ақтабан шұбырынды кезеңінде елмен бірге арқа ауып барып, сол жақта қайтыс болған. Зират Ақмола маңында Жолымбет бекетіне жақын жерде кезінде 1,5 ғасырға жуық өмір сүрген сол Жолымбеттің тұқымы ғой бұл Бабағұмар. Отағасының сәскелік қымызға қанып алған соң бір уақыт атқа мініп сейілдейтінін жоғарыда айтқанбыз. Осының бәрін ретке келтіріп басқарып отыратын Күмісай бәйбіше, омырауынан 10 бала өргізген алтын алқалы батыр ана, Бабағұмардың өзінен бірақ жас кіші, ата жолдас, қу кәрі, кезінде аса ажарлы сұлу әйелдердің бірі еді. Амал не, балалардың әуресімен бұл да қартайды ғой. Дегенмен ұл қыздар осы Күмісайға тартқан. Бәрі де келбетті, ажарлы, ұлдары көкжал бөрідей, қыздары қызыл түлкідей.
бір сөзбен айтқанда бұл отбасының тірлігі еш уайым қайғысыз, былайғы жұрт қызыға қарайтындай тату тәтті жүріп жатқан. Тегі ойда жоқта құйындай соғып өткен бір жағдай бұл шаңырақты шайқалта жаздады. Тәйірі алақандай ауылда жасырын сыр жата ма? Көп ұзамай ауыл әйелдері арасынан сыпсың сөз тарады. Сөйтсек, бабағұмар күн сайын атқа мініп қырға шыққанда жай ғана сейілдемейді екен. Жоғарғы сай аузындағы сиыр басында жалғыз үй отырған жесір келіншек Қырмызының үйіне барып тұратын көрінеді. Басында бұл сөз ауылдың табын сиырын бағатын бақташы шалдан өрбіген екен. Басында бұл хабарды мектепте мұғалім болып істейтін осы үйдегі кіші келіні естіген екен. Көп ұзамай ауыл-ауылды аралап кетті. Ол бұл жаңалықты сұмдықтай қабылдап үйдегі енесіне жеткізгенше асықты. Бір ғажабы Күмісай бәйбіше бұл хабарға бәлендей таңданған жоқ. Сондай-ақ бұл сөздің жай өсек емес, шын нәрсе екеніне де күмән келтірмеді. Қайсы бір әйелдерше от алып, қамысқа түсіп, сырда шашпады. Жә болды, жұрттың өсегіне ілесіп, соны бірге жайып жүрсіңдер ме? 70-тегі шалға кім дайын тұр дейсің деп келінін басып тастады. Қырмызы оның жақын келіні. Анда-санда туысына барып, хал жағдайын білгенде не тұр. Ал Күмісайдың ішкі ойы мүлдем басқа бағытта жүріп жатыр еді. Осындай бір жаңалықты ол көптен күткен. Өйткені шалының сыры өзіне мәлім. Оның күн сайын атқа мініп үйге тоқтамай қоюында бір мән бар деп білгенді. Бабағұмардың осал жері әйел. Не сыры бар екенін осы күнге дейін күш қуаты қайтқан жоқ оның. Қашан көрсең бестай қырдай жер тарпып тұрғаны, ал Күмісайдың өз басы төсектен қалғалы қашан. Соңғы жылдары күйеуіне алда разы болсын, қайтып қасына жолатпай қойған. Тіпті соңғы бір жолы түс шайысып қалатын болған соң, айналайын, саған екі дүниеде де мен разы, Құдай разы. Бұдан кейін мен әурелеуші болма, күшің тасып бара жатса жастау біреуді тауып ал деп бір жола рұқсатын да беріп еді. Демек, Бабағұмар бекер қарап жүрмеген болды ғой. Дегенмен сол шалдың талғамы бар. Қармақты басқа біреуге емес, еркектің көз құрты болған Қырмызыға салғанын көрмейсің бе? Әлі 30-ға келе қоймаған жап-жас келіншекті қалай айналдырып алды екен? Егер күйеуі өзінің тырнағына да тұрмайтын қайдағы бір салпетекке ұрынса, Күмісай қатты қорланар еді. Ал Қырмызыдай қылықтыға бәрінде қиюға болатын сияқты. Мейлі, қамшының сабындай қысқа ғұмыр ғой. Сол-ақ қартайғанда құмардан шықсыншы. Өзінен қалған, өзі тояттап болған сарқытты Қырмызыдан аяй ма? Тек сыпсың сөз, жұртқа жайылып кетіп, қызметтегі балаларға кесірі тимесе болғаны. Әсілі Бабағұмар серілік, жігітшілік жағынан бұрында құралақан еместі. Ер азығы мен бөрі азығы жолда дегендей, өзі көз сүзген әйелдің меселін қайтару ер жігітке жараспайды деп қарайтынды. Жас кезінде көрікті болды, ақшалы болды. Қай заманда болсын күлшелі бала сүймекке жақсы. Айтпақшы, Бабағұмардың домбыраға қосылып ептеп ән айтатыны бар. Ауыл аралап жүрген Қанеки, сонымен шыққан мейіз, қасына сұлулардың көп жантайдық деп, бір жанның жамбас сипарын жиі айтатын. Ал өзі әйелі Күмісай болса үнемі тоқшылықта, бейшара жылара ауыр аяқты болып, аузы мұрнынан шығып отыратын. Сұлуды сүймелік пайғамбар сүннеті деп Абай. Соған қарағанда жастық шақта ойнап күлу күнәға жатпайтын болуы керек. Ал Бабағұмардың Қырмызымен ұшқасқанына соңғы бірер жылдың айналасы. Осының алдында ғана жол апатынан қаза болған келіншектің күйеуі бұған аталас ағайын болатын. Бастабында кішкентай қызымен жесір қалған әйелдің қал жағдайын сұрап тұрмыстық жағынан көмектесіп дегендей ара-тұра барып тұрды. Бұрын фермада сауыншы болып істеген Қырмызы шаруашылық тараған соң мүлде кәсіпсіз қалғанды. Орталыққа екі сиырдың сүтін өткізіп, ілдебаймен күн көріп отырған. Бертін келе Бабағұмардың сиырбазына соғуы жиіледі. Бұл келістің астарында не жатқанын Қырмызы да сезіп жүрді әрине. Еркектің бойындағы, қабындағы күш қуатты бір жылдан аса жесір отырған ту байталдай күйлі келіншектің сезінбеуі әсте мүмкін емес еді. Олай дейтініміз Қырмызы да өзіне сенімді болатын. Әлі де ажары таймаған нұрлы дидар, жастық сыны бұзылмаған сұлу мүсін, зипа бой, әлгі романдарда айтылған қазомыры қыпша бел бәрі де Қырмызының бойында еді. Маған сұқтанбай көр, сүйме көр дейтіндей. Ал осыған енді 70-тегі қарттың көзімен қарап көр. Бұл жағынан тәжірибесі мол Бабағұмар міне бұрын қолға түспей келген қаса сұлу осы деген алғаш көрген сәтте ендігі қалған өмірді осы әйелмен өткізсем арман жоқ. Ау бәке, өзің бір ауылдың жәдеген ақсақалысың, бала шаға болсан ау, бүйтіп жас жігітше желіккенің өзіңе жараса ма деген бір ішкі дауыс. Бабағұмардың оған қайтарған жауабы қысқа болды. Атақ пен абыройды осындағы ақ кепеш киген құрдастарыма қалдырдым. Тәйірі сол айтқанының бәрі сұлудың құшағында бір сат балқығанға жете ме? Қысқасы, менің өмір сүргім келеді.
Баба Құмар мен Қырмызы бір-біріне көп сөз айтып әуре болған жоқ. Егер жаттанды жылтыр сөзге айналса, бойдағы буырқанған бұла сезімнің құты қашар ма еді, қайтер еді. Екеуі сөзбен емес, көзбен, елжіреген емеурінмен ғана түсініскен. Тіл дәрменсіз, тұла бойың тұтқын, қой аяғы жіпсіз байланған. Аға, мұнымыз ел жұрттан ұят болмай ма деген Қырмызы екеуі алғаш оңаша қалғанда іш киімдерін асығыс сыпырып жатып, не сұят, қазақ ғұрпымен алғанда сен менің әмеңгерімсің, әйел ерден кетсе де елден кетпейді, айтпақшы солай екен-ау дегендей, осы сөз келіншектің көңілін мүлде орнықтырып тастады. Көп ұзамай алғашқы ұят ибаның орнын ашқарақ құштарлық басқан. Баба Құмар алдын ала мөлшерлегендей Қырмызы от құшақты нағыз құймыр әйелдің өзі боп шықты. Еркек көрмеген бедеу айлардың қарымтасын бүгін бір қайтарды-ау. Аға, қандай қайраттысыз өзіңіз, деді Қырмызы таңданысын жасырмай. Жастардың өзі сізге ілесе алмас. Бәрі көңілге байланысты, деді Баба Құмар келіншекті қайтадан бауырына тартып. Мен саған ғашықпын ғой, сен соған сенесің бе? Бәлкім солай шығар, деді Қырмызы әлі де алғашқы әсерден айыға алмай. Сізді жолықтырған мен қандай бақытты әйелмін, тек мені орта жолда тастап кетіп жүрмейсіз бе? Екеуміз енді өлім ғана айырар, деді Баба Құмар үлбіреген ақ тамақтан түшкіріне өбіп жатып. Сөйтіп бұлардың арасында кәдімгі ғашықтардай тұрақты байланыс орнаған. Баба Құмар 2-3 күн сайын сиырбазына соғып тұрады. Мінген атын жабық қораға енгізіп қойып, жас жесірмен тар төсекте емін еркін айқасады. Тал бойында бір міні жоқ сүліктей сұлу дене Баба Құмарды оттай шарпып, қорғасындай балықтады. Бетіндегі бір менге Бұхара мен Самарқандты бере салар едім деп, Хафиз ақын сұлуларды неге сонша әспеттеді дейсіз? Баба Құмар да жиған терген бар байлығын осынау ләззатты минуттар үшін құрбан етуге бар еді. Өзінің қазіргі халіне Қырмызы да дән риза. Күн өткен сайын құлпырып, бұрынғысынан да сұлуланып барады өзі. Мінезі ашық екен, Баба Құмарға балаша еркелейді. Сондай қызыға, деді бір күні қайнағаның бауырына ене түсіп. Сіз 70-те, мен 30-дамын, екеуін қосса 100 болады екен. 100 жасау деген осы емес пе? Менің 70-імді сен өзіңе қосып ал, деді Баба Құмар. Сонда 100 жаста болып шыға келесің. Жоқ, мен 30-ымды сізге қосып алыңыз. Сіз 100 жасауға әбден лайықтысыз, деді келіншек Баба Құмардың дөңгелете қиған, енді ғана бурылдана бастаған сақал мұртын аялай аймалап. Неге олай дейсің? Сіз сондай сұлусыз, деді Қырмызы жас балаша шолжаңдай тіл қатып. Тұла бойыңызда артық ет жоқ. Қалай сақтағансыз өзіңізді? Сен үшін сақтағам. Енді менің бойымдағы өзің ұнатқан нәрсенің бәрі сенікі. Ешкімнің таласы жоқ. Ал бәйбішеңіз ше? Ол тояттап болған, айналасында 10 бала өріп жүр, сол жетпей ме? Бәйбіше де сізді өлердей сүйген-ау шамасы. Оны қайдан білдің? Сізді сүймесе азаптанып 10 бала таба ма? Күмісай сұлу ғана емес, өте ақылды әйел болды. Осындай күндердің бірінде қолдарындағы кенже ұлдың жасы 35-ке толып, соның туған күніне осы аудандағы ұл мен қыз түгел жиналған. Тек Астанадағы, Алматы мен Өскемендегі үлкен ұлдар ғана келе алмады. Әкелері туралы хабарды бәрі дерлік естіп алыпты. Кешкі дастарханға отырмас бұрын әкелерінің үйде жоқтығын пайдаланып, Баба Құмар бүгін де атына мініп сиырбазына кеткенді. Бәрі бір бөлмеге жиналып кеңес құрды. Бөрік кигеннің намысы бір демей ме? Ұлдар жағы өздерің сабырлы ұстап отыр. Әкелерінің қылығын сұмдықтай қабылдап, белсенділік танытқан. Осындағы мұғалім қыздар, өмір бойы педагогикамен суырылған ағартушы мұғалімдер тақ бір педсоветте отырғандай алма кезек сөз алып, әкелерін біраз жерге апарып тастады. Ақсақалдың бұл қылығы шектен шыққандық, отбасының абыройын ойламағандық. Осыдан кейін ел бетіне қараймыз десті. Мұндағы бізді қойшы, ертең біреулер әкелері моральдық жағынан азғындаған деп, жоғарғы қызметте жүрген ағалардың үстінен арыз жазама деп қорқам, деді аудандық оқу бөлім басқаратын үлкен қыздардың бірі. Мына сөзді естігенде бәрінің қабақтары түсіп жабырқап қалды. Кенже ол кішкентай кезінен қылжақбас еркелеу болатын, ол әкесіне жанашып кетті-ау деймін. Осы сендер қызықсыңдар, деді апайларына қарап. Жұрттың әкелері шөккен түйеге міне алмай, отбасында омалып отырғанда, біздің әкеміз қызбен қыдырып жүр, оған бала қорланғанша мақтанбайсыңдар ма қайта, деген отырғандарды еріксе күлдіріп. Саған ойын керек-ау деп мектеп мүдірі болып жүрген апай оны тыйып тастады. Бұл іс асқынбай тұрғанда тыйым салмаса болмайды. Келесі жол орталықтағы ағаларды да шақырайық. Бәріміз ортаға алып, әкейдің тәртібін мықтап тұрып талқылауымыз керек. Қыздарының сөзі ішіне сыймады ма екен? Осы тұста манадан бері үнсіз отырған Күмісай тамағын кенеп қозғалақтады. Әй, қойыңдар түге, үндемегенге өршіп барасыңдар ғой өздерің.
болымсыз шаруаға бола алыстағы балалардың алаңдап не істемексіңдер, деді ол ренжи тіл қатып. Сонан соң әкелеріңнің ісін талқылайтындай, сендер кімсіңдер соншалық? Ұят намыс деген бар ма сендерде? Бұндайды күтпеген мұғалім қыздар аналарына қарап бақырайды да қалды. Тек әлден уақытта, міне қызық, біз сіздің намысыңызды қорғап отырсақ, сонда не істеуіміз керек? Әкемізді тәртіпке шақырмай, сол беті қоя беруіміз керек пе, десті жамырай тіл қатып. Түк те істемейсіңдер, тек әкелеріңді ел көзіне түсетін артық жүрістен құтқару керек, деді Күмісай. Ол үшін ана сиыр базындағы Қырмызы деген келіншекті осы қораға көшіріп алсаңдар болғаны. Ол өзі жұмыссыз жүрген көрінеді, әрі үй қызметшісі ретінде бізден жалақы алып тұрсын. Мама, сіз өзіңіз не айтып тұрғаныңызды білесіз бе, деді ауданды оқу бөлімінің бастығы анасына шошына тіл қатып. Білем, деді Күмісай мырс-мырс күліп. Тәйірі қос қатын алған қазақтың жаңа көріп жүр дейсің бе? Қос қатын алу сұмдық болса, орысша тәрбиеленген сендерге сұмдық. Әйтпесе бұл қазақтың 1000 жылдық салт емес пе? Қыздар үнсіз қалды. Осы тұста аудандық сотта тергеуші болып жүрген ортаншы ұлдардың бірі сөзге араласты. Мама, сіз сонда әкемізге ешқандай кінә артпайсыз ба? Оған не кінә қоям? Кінә әкелеріңде емес, менде, деді Күмісай отырғандарға тағы да таңғала қарап. Көп бала табам деп, мына мен ерте қартайдым. Жұбайлық міндетімді ақырына дейін атқара алмадым. Ал тұғырдан таймаған еркек мұндайда қатын алмай не істейді? Ақыры бәрі Күмісайдың сөзіне тоқтаған. Арада бір апта өткенде Қырмызы Бабағұмардың қорасына көшіп түсті. Бұрын ұлдардың бірі отырған 3 бөлмелі отау үй бос тұрған. Қызымен екеуін соған кіріп алды. Ешқандай сөкеттігі жоқ, жұмыссыз жүрген келіншек үй шаруасына жалданған кісі болып есептелді. Екі әйел артық сөзге бармай, өзара іштей ұғысқан. Осының бәрін реттеген Күмісай бәйбіше екенін білгенде Қырмызының төбесі көкке жеткендей болды. Мұндай адамның жолында құл болу аз ба? Құрбан болып кетсең болмас па? Сен енді осы шаңырақтың бір мүшесісің, деген Күмісай келесі күні Қырмызыны қасына шақырып, бүгіннен бастап малға да, жанға да, шалға да сен ие боласың. Ал маған өле-өлгенше тік тұрып қызмет етесің. Ұғып тұрсың ба? Әміріңізге құлдық, ханым. Бәрі де сіз айтқандай болады, деді Қырмызы басы жерге жеткенше егіліп. Бұрынғыдай алысқа сабылмай, іздегенін өз қорасынан тапқан Бабағұмар да бәйбішесіне дән риза. Жаңа жағдайға балалар да көндіге бастаған. Қалыпты тіршілік өз ырғағымен өтіп жатқанды. Ойбай бәке, масқара болдық, деді Қырмызы бір күні екеуі төсекте жатқанда. Мен сірә жүкті боп қалған сияқтымын. Оның не масқарасы бар? Сүйінші сұрамайсың ба қайта? Ұят-ай, ел жұртқа не бетімді айтам? Не сүйат? Баланың әкесі қасында отырса, балаға фамилияңызды бересіз ғой, деді Қырмызы сәл ойланып. Әлбетте, ұл тусатын жетпісбай қоямыз. Қазір Қырмызының іші білініп қалды. Алда шілдехана. Көптен көрінбей кеткен жетпісбай келе жатыр жарық дүниеге. Апырай, қайдағы бір қатып қалған қасан қағидаларды ұстанамыз деп, өмірге келетін қанша перзенттің жолын кестік десейші, бауы берік болсын жарық дүниеге талпынған жетпісбайдың.